Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Біз кезектегі сабақты бастаймыз. Кезектегі сабақты мұғалімдердің шығарған есептері жаңа топтаған ұпайлармен бастайтын боламыз. Яғни 30 апрельге дейін мұғалімдердің шығарған есептері жинаған ұпайлары. Демек, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта сіздермен біргелікте шарт қайталау операторлары және шартты алдын ала тексеру операторын есептерін шығарған болатынбыз. Яғни while операторын пайдаланамыз. Енді біз кезектегі сабақ бір программалау тілдерінде until repeat деп алады. Мынада біз do while деп алады. C++да. Енді Pythonда біз while мен шығара берсек болады. Бұл жерде. Яғни шартты соңында тексереді. Көріп отырғандарыңыздай қандай да бір цикл денесі орындалады. Операторлар тізімі. Одан кейін шарт қойылады. Егер шарт қанағаттанса, онда цикл денесін қайта орындайды. Егер шарт жалған болса, онда келесі қатарға түсетін болады. Яғни келесі операторларды орындайды. Көріп отырғандарыңыздай, мысалға C-да do деп болады. Одан кейін while деп орындайтын болады. Бізде енді Pythonда ондай жоқ. Біз әшейін while мен шығаратын боламыз. Енді келесі есептерді қарап өтейік. Бізге берілген есеп длина последовательности дейді. Яғни тізбектің ұзындығын анықтауымыз қажет. Бірінші есептің шартын оқып аламыз. Бізге былай екен. Оң бүтін сандар беріледі. Және оның ішінде бір 0 кездеседі екен. Біреу немесе бірнешеу кездеседі. Және бірінші рет 0 кездескенге дейінгі тізбектің ұзындығын анықтауымыз қажет. Есептің берілгені бойынша. Тізбек беріледі. Бүтін сандар тізбегі. Бірақ теріс емес. Осылардың ішінен 0-ге дейінгі, бірінші рет 0 кездеседі ғой, осыған дейінгі сандардың қосындысын тізбегін анықтауымыз керек екен. Енгізуде бір жол беріледі. Яғни бір жолда теріс емес бүтін сандар беріледі, және ол 100-ден асып кетпеу керек сандардың ұзындығы. Және оның ішінде кемінде 1 0 болады дейді. Бұл кепілдік беріледі екен. Шығарылуда бізге осы ұзындығын анықтауымыз керек. 0-ге дейінгі. Мысалға бірінші есеп, бірінші тестті қараңыздар. 1 7 9 0 5 деп берілген. Яғни мына 0 кездескенге дейінгі сандардың саны, мына жерде сандар бар ғой. 1 7 9, демек бұл 3-ге тең екен. Келесіде 1 2 3 4 5 0 6 7 0 8 9 10. Қарап отырсаңыздар 0 2 рет кездеседі, бірақ мына бірінші кездескенге дейін қанша сан бар? Соны анықтауымыз керек екен. Қарап отырсаңыздар while операторымен де шығаруға болады. Циклдік оператордың біріншеумен шығаруымызға болады. Бірінші while мен шығарайық. Так, есептің шарты бойынша бізге тізбек беріледі. Тізбекті енді біз тізімді біз A деп алайық. A айнымалысымен. Так, бүтін сандар. Map деп береміз. Map int. Және ажыратып, арасын бос орынмен ажыратып отырамыз. Енді бастапқыда мен осы тізім қанша
элементтен тұрады анықтауым керек. Оның үшін мен len операторын пайдаланамын. Мысалға, ұзындық анықтау үшін мен n айнымалысын аламын және осы тізімнің ұзындығын анықтап аламын. Len. Енді бізге санағыш керек. Итерация, яғни i тең 0 деп аламыз. While i дейміз. Тізім ғой бұл. Егер 0-ге тең болмаса, ол кезде біз санағышты қосып отырамыз. i-ге 1-ді. Осы print деп шығарып отырамын мен. Мысалға i. Орындап көрейін. Есептің номерін жазып алайын мен. Так, акмапа 30 шетінен 32 2. Тізбек берілген. Мына бірінші, екінші есепті көрейік. Тестті көрейік. 1 7 9 0 5. 1 2 3 екен. Дұрыс. Яғни 0-ге келген кезде тоқтап қалады, я? Осыны сіздерге көрсеткім келген. Келесі. 1 2 3 4 5 6-ны қосып жіберейік. 0 7 0 8 9. 6-ға дейін 6. Яғни мына 0 кездескенге дейінгі санап шығады, қанша сан бар екен. Енді осыны жіберетін боламыз. Жібергенде біз мына print операторымен циклдың сыртына шығарамыз. Орындап көрейік. Исходный код решения деген жерге жазамыз және отправить дейміз. Енді өз кезегінде мен мына екінші жаққа for операторымен де шығарайын. Сіздерге түсінікті болу үшін екеуін қатар алып отырайын. Не болды екен бірінші? Тексеріп көрейік. Дұрыс шықты ма, дұрыс шықпады ма? Өте жақсы. Программа коды мінекей. Көріп алыңыздар. Қарапайым, мен де тек while операторымен не істедім? Тексеріп отырдым. i деп әрбір элементтерін тексеріп отырдым. Енді for операторын пайдаланып шығаруымызға бола ма? Осында қарайын. Яғни программаның басы бірдей болады екеуінде. List дейміз. Map int input. Ажат оқылып кеттім менде. Енді n тең len дейміз, a дейміз. Енді for операторында біз n-ді пайдаланатын боламыз. Мына жерде әшейін ұзындығын анықтап алдық, бұл қанша элементтен тұратын. Мына жерде соны n-ді пайдаланатын боламыз. Яғни итерацияны біз бірден қойып кетеміз. For i in range дейміз, n-ге дейін. Егер мына жерде n-ге дейін дегенде былай алсақ болады, қараңыздар. Мен n-ге дейін деп мақұл, осыны бір көрсем, кейін қысқарту жолын көрсем. ит дейміз да, тең емес 0-ге. Мына жерде тең десек, егер тең десек та, тең 0-ге, ол кезде break дейміз. Break деп циклдан шығып кететін боламыз. Әйтпесе, мына ненің өзін қайталауды орындай береді. Print i. Яғни i-ді көрсететін боламыз. Орындап көрейік. Так, акмапа 1132 for дейіне, for оператор пайдалану. Мысалға 1, 2, 3,
0, 4, 5 деп берілсе, 3 деп шығады. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Қайталап келеді. Циклмен алып отырады. Осындай қылып, мына жердің 3-ке келеді ғой. 4-ші мына элемент бола ма? Осы кезде цикл денесінен шығып кетеді. Брейк операторы. Міне осында жүріп көрейік. Орындайды, орындамайды. Қанша болады екен. Так, мына жерге исходный код решение дегенге жібереміз. Алды. Енді қысқартуды қарайықшы. Мына жерде range деп отырмаймыз да, бірден A-ның өзін аламыз. Әрбір элементті жеке-жеке алып отырамыз. Мына жерде көрдіңіздер ме? A тізімнен элементтерді біреу-біреуден алып отырамыз. Және мына жерде A, ET демейміз, E-дің мәні. Мінекей. Және осылай қылсақ, бізге жазылуы қысқа болады. Және жылдам жазамыз. Уақытты да ұтатын боламыз. Бұны да бір жіберіп көрейік. Қанша болады, қалай болады екен. Кетті. Бұрын анса. Неліктен? Мына жерде итерация керек бізге, санап отыру керек. Көрдіңіздер ме? Қысқартуға болмайды екен. И-ді шығарады, И дегеніміз 0 болады ғой. Демек, мынандай қысқартып жазуымызға болмайды екен. Осыны ескеріңіздер. Мысалға, мен мынаны орындап көрейін. Орындамасын бірден жібере салыппын ғой. Қараңыздар. 3, 2, 1, 0, 4, 5 дедім. Көрдіңіздер ме? Мына И-ді шығарып жатыр мінекей. Мына мәнді. Маған бұл емес, мына санағыш керек екен. Итерация. Демек, мына жерде тізімнің элементтерін алуымызға болмайды. Range деп жазамыз. Range. N. Және мына жерде A, ET керек екен. Санағыш. Міне, есептерді шығарған кезде қысқартамын деп отырып, біз мүлдем қателесіп кетуіміз мүмкін. Жақсы. Бір себеппен екі жағдайды да көріп алдық. Келесі есеп. Сумма последовательности. Есептің шартын оқимыз. Алдындағы есепке ұқсайды екен. Қарап отырсақ. Яғни тізбек берілген. Теріс емес сандардың. Осының ішінен, қарап отырсаңыздар, ішінен 0-ге дейінгі сандардың қосындысын шығаруымыз керек. Алдындағы есеп сияқты 0 болған кезде біз циклді не істейміз? Тоқтатып тастаймыз. Оған дейінгі элементтерді қосамыз. Мысалы, 1 қосылған 7, 8 болды. 8-ге 9 қоссақ 17. Дұрыс. Келесіде 1 қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5. Бірден 5-ке дейінгі сандардың қосындысы 15-ге тең. Яғни алдындағы есепті алсақ болады, даже осыны өзгертеміз, кішкене өзгертеміз болды. Так, мынау қайсы while еді, не? Енді бұл жерге түрлендірейін. Басқа атпен сақтайын. Тізімді енгіземіз, тізімнің ұзындығын анықтаймыз, және итерацияны аламыз, И деп. Және мен осы жерге қосындыны табуым керек. Count деп алсам болады, санағыш немесе мен былай S тең 0 деп алсам болады. Және мына жерге шарт қоямын. Шарт қоймайым. Есептеп отырамын. S тең S қосылған A, E десем болады, әрбір элементті қосып отырамын. Яғни бұны да жаңа қысқарту арқылы жазсақ болады. Тең деп, плюс тең деп. Және шығарған кезде мен И-ді шығармайын. Бұл жерде S-ті шығарам. S. Себебі мен қосындысын шығарып отыруым керек.
Енді осыны сіздерге көрсету үшін, былай түсіну үшін былай қылайық. И болғанда А, И-ді шығарайын, және осының қосындысын шығарып отырайын. Так, 1,7,9,0,5. Қараңыздар. Бірінші 1-ді алды. Бірінші 1-ді алды. Сөйтіп, оған қосты. Көрсіңіздер ме? Қосқан кезде 8 болады. 1-дің өзі болды. Одан кейін И қылып 2-ні алды. Екінші элемент бізде 7. 7-ні қосқан кезде 8 болды. Үшінші 9-ды алды. 9-ды қосқан кезде 17 болды. Енді мына жерде қазір мен И плюс 1 деп кетіп қалды. Так, мынаны бұлай қоспай тұрып алайын. И-ді қосып, мен келесі элементті алып отырмын. 1,7,9,0,5. Қараңыздар. Бастапқыда S-тің мәні индекс бойынша алады. Индексі 0-ші индекс қой. 0, 1-ді алды, қосынды 1-ге тең. Одан кейін арғырап программаны былай шығарып қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін. Одан кейін екінші қараңыздар. Екінші бізде индексі екінші индекс ол бізде 7. 7-ні алды. 1-етін 1-ге 7-ні қосса 8 болды. Неге осындай қылып қосындыны S-ті қосындыны шығарып отырды. Мынау ортадағы индекстер, элементтер қосынды. Және бір не көрейік. Басқа сандар беріп көрейік. Мысалға 6, 4, 12, 15, 0, 9, 8 дейік. Көрдіңіздер ме? Бастапқыда 6-ны алды, одан кейін 4-ті алды, неге әрбір элементті алып отырды. Қай уақытта 0 болды, сол кезде менде не істеді? Циклдан шығып кетті. Және осы 0-ге дейінгі элементтердің қосындысын шығарып берді. Енді жіберуді жасаймыз. Жүйеге жіберетін боламыз. Print, маған тек қана қосынды керек. S. Жіберетін боламыз. Тексеріп көрейік. Исходный код решения, яғни есептің шешімі. Енді көрейік. Қанша пайыз жинады екен. Running дейді, әлі ойланып жатыр. Енді орындап жатыр деген сөз. Accepted. Неге? Қанша тесттен өтті екен. Әр есептің тесттары әртүрлі. 20 тест екен, 20 тесттің бәрінен өтті. Программа кодын жазып алсаңыздар. Қарапайым өте, тек қана не істедік? Мына сумманы алып отырдық. Қосынды. Тізім элементтерін қосып отырдық. Және итерацияны ұмытпауымыз керек. Енді осы есепті біз мына формен шығарып көрейік. Бұл жерде мына жерге не жазамыз? Else дейміз да. Егер 0-ге тең емес болса, ол кезде S қосылған AIT дейміз. Және мына жерге AIT S-ті жазуына ұмытпауымыз керек. Шығарған кезде нәтижені осы S-ті шығаратын боламыз. Қараңыздар. For операторын алдық. Яғни санағыш. Санағышты біз егер AIT бар ғой, тізім элементі 0-ге тең болса, ол кезде циклдан шығып кетеді, әйтпесе санағышты алып кете береді. Жіберейік.
Accepted. Өте жақсы. Енді осыны біз жаңа санақ итерациясыз көрейік, яғни мына жерде біз range операторын алып А деп алайын мен бірден. Қай кезде біз аны пайдаланамыз, қай кезде алмаймыз. Осыны қарап өтейін сіздерге. Яғни и деп айнымалы деп алдық қой біздер. Яғни айнымалысы бұл не екен? А итдің орнына тең. Өзін алып отырады. А тізімнің әрбір элементін жеке-жеке алып отырады. Мысалы, бастапқыда 1-ді алады, 7-ні алады, сөйтіп 9-ды алып шығарып отырады. Міне, осыны сіздерге көрсету үшін мына жерде print деп шығарып отырайын. Print идің мәні. Тізбекті береге. 2, 7, 9, 0, 5, 1. Көрдіңіздер ме мінекей? 1, 7, 9 деп шығарды. 0 болған кезде ары орындамай қалды. Яғни айдың мәнін көшеде алуға болады екен. Енді бұны да жеріп көрейік сіздерге. Түсінікті болу үшін. Бір есепті бірнеше түрлі қылып шығаруымызға болады. Қатып қалған бір тәртіппен емес, бірнеше түрлендіре беруімізге болады. Так, running, яғни оқып жатыр, бізде. Болып жатыр. Болды. Демек, бізде қарап отырсаңыздар, for-да ай деп алсақ, айнымал деп. Онда жылдам тұрады екен. Уақыт, несі, жадыдан аз алды. Енді әртүрлі нұсқаларын көріңіздер деп отырмын сіздерге. Енді келесі есеп. Шартын оқылық бірінші. Алдындағы есеп сияқты. Бұның бір айырмашылығы. Мына жерде алдындағы есепте біз тек қана қосындысын тапқан едік қой, сумасын, Бұл жерде элементтердің саны керек, ай керек. Және қосынды керек. Қосындыны индекстер санына бөлсек, бізде шығады екен. Мәні. Қараңыздаршы мінекей. Бірінші есепте біз не жасалған едік? Қанша элемент бар екенін анықтадық. 0-ге дейін элементтердің саны, мысалы, 3 болды. Ал келесіде екінші есепте біз қосындысын есептедік. Ал енді үшіншіде осы қосындыны элементтер санына бөлеміз. Сол кезде орта мәні шығады. Есептің берілгені дәл жаңағыдай, тек қана бізде не істейді? Мына 0-ге дейінгі сандардың орта мәнін шығаруымыз керек екен. For while мен түсіндірейін бірінші. Бастапқыда қарап отырсаңыздар. Тізім беріледі. Тізімнің ұзындығын анықтаймыз. Итерацияны 0 деп аламыз, қосындыны 0 деп аламыз. Және әрбір элементті қосып отырамыз мына жерде. Және итерацияны бірге арттырып отырамыз. Шығарған кезде тек қана біз не істейміз? Қосындыны бөлеміз иге. Осы кезде қанша екенін шығарып екен. 1, 7, 9, 0, 5 етіне бізде берілген. Неке? Бұлай берілген. Шыққан кезде. Енді тағы не дейді? Шығару форматында вы дейді, не дейді? Не хуже, чем 3 цифры после... Өтірден кейінгі кемінде 3 цифрды шығарыңыз дейді. Кемінде 3 цифр. Демек, одан да көп болса, ола береді екен. Қана жер көрек осыны. Мына есепке түсіндіңдер ғой?
мына қосындыны біз санына бөлдік. Болғаны тек қана осы айырмашылығы. Ондай қиын емес. Алдындағы есептің дәл өзі екен. Екі есептің қосынды бір есеп шығарған екен. Уақыт алмай жылдам шығарайық. Accepted. Өте жақсы. Көрдіңіздер, программа коды 20 тест бар екен. Тек қана мына жерде өзгерттік. 8-ші жолда сумманы бөлеміз элементтер санына 0-ге дейінгі. Енді бұны Pythonмен шығарып көрейік. Әнемен етесек, бұны көрейік. For ненің бір жақсы жері деп алсақ болмайды екен ғой тағы. 1, 7, 9, 0, 5. Көрдіңіздер ме? Дұрыс шықпады, 0-ге бөліп кетті. Сондықтан мына жерде range деген аламыз, range. Сіздерге түсіндіргім келгені осы. Көрдіңіздер ме? Қай уақытта біз элементті толықтай аламыз, қай уақытта біз тек қана бір айнымалыменен алуымызға болады екен. Енді бізде итерация болды, санағыш. Есепті әртүрлі жолмен шығарып көру керек. Ішінен біреуі дұрыс болады. Көрдіңіздер ме? Неліктен мен бұлай шығарып көрсетіп отырмын сіздерге? Себебі олимпиадаға барған кезде, қалаған жерде есеп шығарған кезде тек қана бір жолмен шығарып қоя бермейміз. Оны түрлендіріп көруіміз керек. Мүмкін біреуі оңай, біреуі қиын болатын шығар. Біреуге while оператор ұнайды, біреуге жаңағы for оператор ұнайтын шығар. Міне, қарасақ, шықты. Енді бұл for оператормен қарап отырсаңыздар, мінекей. Уақытты да жылдам екен, және жады да көп орын алмайды екен. While оператор көбіне жаңағыдай шартты алдын ала тексеруге қолайлы. Ал for санап отырады, әрқайсысын жеке-жеке. Осындай қылып шығарады. Міне 20 тесттен бітті. Программа кодын көріп алыңыздар, жақсылап. Қандай сұрақтарыңыз болса, қойып отырасыздар. Енді келесі есепті қарайық. Количество четных элементов дейді. Есептің берілгенін оқиық. Алдындағы есепке ұқсас екен, бірақ бұл жерде бір айырмашылығы. Тізбек беріледі. Осы тізбектің ішіндегі жұп элементтердің қосындысын анықтауымыз керек. Және 0-ге дейінгі жұп элементтердің санын анықтауымыз керек. Қараңыздар, мысалға 2, 1, 4, 0 деп берілсе, біз жұп элементтерді санаймыз керек қой. Мынау жұп, мынау жұп. 2 және 4 жұп болады екен. Ал 1 тақ. Сондықтан оны қоспаймыз. Және 0-ге тең болған кезде біз циклды тоқтатуымыз керек. Екінші тестті қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8, 9, 10 деп берілген. Бұл жерде жұпсындарды қарайтын болсақ, 2, 4, 6 бар. Ал қалғандар тақ. Және 0-ге дейін делінген ғой. Сондықтан үшеуін шығарады екен. Енді алдындағы есепті түрлендірсем болады екен. Міне, мынаны түрлендірем. Атын ауыстырып сақтайын қазір.
бір есепті түрлендіріп шығара беруімізге болады екен. Так, біз мына жерде қосындысын тапқан едік. S тең AIT деп. Маған S-тің қажеті жоқ бұл жерде. Санады дейді ғой. S-ті алайын. Иә, дұрыс. Санап отыруға қажет маған. Және мына жерде шарт қояйын. Егер S if емес. If деп жазайын. Егер так AIT так бөлген кезде 2-ге тең 0 болса, 2-ге бөлген кезде 0-ге тең болса, ол кезде S-ке мен 1-ді қосып отырамын. Санап отырамын. Көрдіңіздер ме? Әйтпесе S-ке қосылмайды. Және шығарған кезде мен тек қана жұп сандарының санын анықтап көрсетіп беремін. Ne береміз 1, 2, 3, мысалға 9, 100, 20. Қандай болсын? Қарап отырсаңыз 4-еу. Міне 2 жұп бізде, 100 жұп, 5 жұп, және мынау сан жұп. 0-ге дейін. Қалғандар тақ. Және бір өзіміз бір есеп тест беріп көрейік. Қандай болады екен. Қарап отырсаңыздар 0-ге дейін жұп сандар жоқ. Себебі ең бірінші элементіміз 0 ғой. Сондықтан мына қалған тізбектің қалған сандарын бізге есептейтін болмайды. Көрдіңіздер, ә? Және біреуін көрейік. Түрлендіріп көрейік. Тесттің әртүрлісін беруіміз керек қой. Міне қарап отырсаңыздар, 0-ге дейін жұп сан жоқ. Бұл да алдындағы тест сияқты. Қарап отырсаңыздар. Өте жақсы. Енді осыны жер көрейік. Исходный код решения деген жерге бақсаңыздар. Жайттыңыз. Міне қарап отырсаңыздар, мінекей running оқып жатыр. Running. Міне өте жақсы шықты. Көріңіз. Жиырма тест екен, неге? Мына программа коды. Қарап алыңыздар ал. Ал, енді біз for операторымен осыны шығарып көреміз бе? For операторымен шығарып көрейік. Мына break болады. Және мына жерге else дейміз, ә? Егер if деп шарт қоямыз. AIT бөлінген 2 тең 0 болса, ол кезде маған қосынды болады. Және S-ті тек қана S-ті шығарамын. Бұны көрейік. Екі, бір, төрт, 0, 5. Қосындыны шығарып кетті. Ой, мен мына жерде бір ғой мынау. Элементті қосып жүріппін. Элемент емес, маған тек бірді қосып отырмын. Санап отырмын керек қой. 2, 1, 4, 0, 5, 7. Екеу. 0-ге дейін екеу.
енді бір қандай да бір артық бір әріп немесе бір символды дұрыс жазбасақ, көрдіңіздер, программа қате шығарады. Сондықтан жаңағыдай санағышты қойған кезде, сумманы есептеген кезде мұқият болыңыздар. Міне, өте жақсы. Жылдамдық жағынан екеуі бірдей екен, бірақ мына жерде жады жағынан мынау аз көлем алады екен. Міне программа коды. Қараңыздар, анализ жасап көріңіздер, өздеріңіз талдап мәндерін ауыстырып көріңіздер, басқа жолмен шығарыңыздар. Жақсы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше.